Ғалым Шоқан Уәлихановтан қалған бай бағалы мұралар оның құлашы кең әдебиет зерттеушісі екеніне ешбір күмән туғызбайды. Ол омбы кадет корпусында оқып жүрген кезінде-ақ ауыз әдебиеті нұсқаларын жинап, күнделіктеріне олар жайындағы пікірлерін жазып отырған. Ұстазы Костелецкий қазақ эпосын қалай жинап қарастыру керектігіне берген кеңесі Шоқан Уәлихановтың Қозы көрпеш Баян сұлу жырына жасаған ғылыми пайымдауынан айқын аңғарылады. Қазақ ауыз әдебиетінің теориялық мәселелері оның қазақтың халық поэмасының үлгілері туралы, орта жүз қазақтарының аңыз ертегілері, 18 ғасырдың батырлары туралы тарихи аңыздар, ер көкше, ер қосай, қырғыздың Манас жырын зерттеулері материалдарының молдығы, теориялық дәлелділігі мен тұжырымдарының нақтылығы, пікірлерінің құндылығымен ерекшеленеді. Шоқан өз еңбектерінде қазақтың халық поэзиясын жасаушы жырау ақындарға құрметпен қараған, шығармашылық өнеріне тәнті болған жасырмайды. Оларды батыстың рапсат, бардтарымен, орыстың баярларымен салыстырады. Көшпелілердің жанын жайлау еткен, өзі де өнерлерін тамашалап, сұхбаттасқан дала жүйріктерінің жақсы дүниелерін қағазына түсіріп алғаны белгілі. Орынбай, Шөже, Арыстанбай, Тоғжан, Кемпірбай, Жанақ тәрізді суырып салма ақындар творчествосының құнарлығын Шоқан дәлелдеп берген. Және ол өнер олардың бойына қайдан дарыған, соның тамырын түптеп қазып түсіндірген. Шоқан халық поэзиясының ойлылығына, оттылығына, жұмыр бітіміне, көркемдігіне құлай жығылып, одан халық тарихына қатысты мағлұматтарды, этнографиялық өрнек, белгі, көненің айғақты жұрнағын іздеген. Көп оқып, көп тоқыған талғампаз ғалым болғандықтан, оның әдебиет жайындағы еңбектері мен зерттеулерінде әдеби салыстырулар мол ұшырасып, асқан білімпаздығының белгісін көрсетеді. Әсіресе поэзия қазақ халқының зор рухани қазынасы, тарихи тағдыры екенін тілге тиек ететін еңбектері еш қашан маңызын жоймақ емес. Шоқан ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, зерттеп, бастырып шығарумен тынбай, оларға теориялық талдаулар жасаған ғалым. Ол қазақ поэзиясын өлең, жыр, жоқтау, қара өлең, қайым өлең деп жіктеген. Әрине, бұл қазақ өлеңі құрылысы, заңдылығы, ішкі ерекшелігі жайынан кеден санадан ауытқып жатса да, оны зерттеу объектісіне айналдырып, пікір қозғауының өзі асқан ерлік, бүгінгі зерттеушілер үшін үлгі өнеге. Уәлихановтың туған қазақ халқының әдебиетін талдап, топтастырып, оған өз тарапынан құнды пікір айтқан тұңғыш оқымысты. Тегі, тілегі бір қырғыз ағайындардың да әдебиетін зерттеген. Манас эпосын алғаш рет қағазға түсіріп, кейбір бөлімдерін орысшаға аударған. Жоңғария очерктері, Ыстықкөл сапарының күнделігі, Қырғыздар атты мақалаларында Манасты тұтас бір халықтың энциклопедиясы, Сахара Илиадасы десе, Сәметей жырын Одиссеяға теңейді. Ежелгі Грецияда туып, күллі жаһанның рухани мұрасы танылған данышпан Гомердің классикалық поэзиясымен қатар қояды. Әлемдегі теңдесі жоқ классикалық поэмалардың қатарына қойғанда, ол нақты мысалдармен барлық эпостардың тарихи негізіне, этнографиялық мағлұматтарының молдығына, поэтикалық қуатына сүйенген.
Замандастары Шоқанды қазақ туралы жазатын орыс әдебиетшісі дегенде, оның зерттеу еңбектерінің кестелі тіліне, образ байлығына, сөз бояуына, айшықты поэзиялық құнарына қарап бағалап тәнті болған. Шоқан Уәлиханов қазақ, қырғыз халықтары әдебиеттерінің көшбасшы зерттеушісі. Шоқан кейінгі ұрпаққа баға жетпес мұра етіп қалдырған тарихи зерттеулерінде ол халықтың тарихын, оның әдет-ғұрпын, салты мен санасын, нанымдарын терең талдап береді. Адам қоғамы әрдайым өрлеу, өсу, даму дәрежесін бастан кешетінін, дүние туралы ұғымдары да жетіліп, жаңғырып, жаңа сапаға көтеріліп отыратынын жеткілікті дәлелдеген. Мұндай кенеулі де жүйелі ғылыми еңбектеріне қазақ арасындағы бақсылық қалдықтары, бағзы замандағы қазақтың қару-жарағы, ұлы жүз қазақтарының аңыздары, Сахарадағы мұсылманшылық жайында, Абылай, қазақтың шежіресі, көне замандағы қазақтың қару-жарағы, сауыт-саймандары, Шона батыр, сот реформасы туралы жазбалар, қазақтың көші-қоны және тағы басқа еңбектері жатады. Сондай-ақ Жоңғария очерктері, қазақтар туралы жазбалар, Алты шаһар, яғни Қытайдың Нанлу провинциясының жайы сияқты зерттеулері жатады. Олар тарихи мәнімен ғана құнды деу аз. Жағрафия, этнография, археология ғылымдар үшін де баға жетпес асыл қазына. Шоқан Уәлиханов қамшының сабындай қысқа ғұмырында артына тарих, әдебиет, археология, этнография, эстетика, ориенталистика, философия, экономика, құқық, жағрафия, геодезия, әдебиет теориясы, музыка және тағы басқа ғылымдар саласында қалам ізін қалдырып кеткен бір туар ғалым.